Ассалам, құрметті қазақ елі. Жалпы мен осы жерде айта кететін, ешқандай қан төгіс болмауын қалаймын. Сол тілеуімді, өзімнің сұранысым сол. Ешқандай қан төгіс болмасын. Бұл жерде кеше түннен бері құзырлы органдар бәрі жүр. Енді қылмыскерлердің бәрі өзінің несімен жауап береді деген сенімдемін. Сол себепті жігіттер, мен өзім үшін қорықпаймын ешқашан. Қай кезде де кім келіп жатса да өзім сөйлесе аламын. Сол үшін тыныш елді дүрліктіріп, қан төгіп, біреулердің обалына қалмайық. Сол мен айтатын. Жоғарыдағы кісілерге де айтатыным осы. Мен ешқандай қан төгіс болуын қаламаймын. Құзырлы органдар өзінің несімен заң аясында шешіледі деген үміттемін. Қай кезде болсын әділетті Қазақстан болуына сенемін.